жетінші сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Class 7 Workbook Unit 3 Milestones атты сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен танысып боламыз. Page 30, 40-шы бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мысалы, келесі сабақта біз Past Simple бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. Now let's begin our lesson. Бүгінгі сабағымыз бастаймыз, яғни бүгінгі сабағымыз біздің milestones, кезеңдер деп аталады. Яғни бүгінгі сабақта біз өмірдің белгілі бір кезеңдеріне байланысты сөз тіркестерімен танысып, сол сөз тіркестерімен өткен шақта сөйлем құрастырып үйренеміз. The first exercise, look at the picture and choose the correct verbs. Then write the past simple form. Мына суреттерге қарай отырып, дұрыс сөз тіркесін жасау керек, яғни дұрыс етістікті таңдау керек, және де сол таңдалған етістіктің өткен шақтағы формасын тиісті орынға жазамыз. Мысалы, мынау суретке қараймыз. Одан кейін married, яғни үйлену. Үйлену дегеніміз ағылшын тілінде get married. Get деген етістіктің өткен шақтағы формасы got. The first. To school, яғни мектепке. Go to school дейміз. Go. Go'дың өткен шақтағы формасы went. Next. The second. Do an exam, яғни экзаменге қатысу, экзамен тапсыру дейміз. Do'дың өткен шақтағы формасы did. Next. Win. Win a competition, жарыстан жеңу. Winнің өткен шақтағы формасы won. The first. Leave. Leave home, яғни үйден кету. Leave'тің өткен шақтағы формасы left. The fifth. Buy. Сатып алу. Buy a house. Үй сатып алу. Өткен шақтағы формасы bought. Be. Be born. Дүниеге келу. Дүниеге келген was born. Yes. Next. Мектепті аяқтау. Leave school. Leave'тің өткен шақтағы формасы left. Сонымен go, went, do, did, win, won, leave, left, buy, bought, be, was, leave, left деген етістіктердің өткен шақтағы формасын жаттап жүріңіздер. Next, exercise 2. Complete the sentences using the past simple form of the words in the box. Жоғарыдағы берген етістіктердің өткен шақтағы формасымен төмендегі сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Мысалы, Angelina Jolie was born in 4th of June 1975. Angelina Jolie 1975 жылы 4 маусымда дүниеге келген. Now, the first sentence. Her family moved to Los Angeles when Jolie was 11. Оның отбасы Лос-Анджелеске Jolie 11 жаста болған кезде көшкен. The second. She went to an acting school for 3 years. Ол актерлық мектепке 3 жыл бойы барған. The third. When she was 16, she left home for the first time. Ол 16-ға толғанда алғаш рет үйден кеткен, яғни үйін тастап кеткен. The fourth. She became really famous with the film Girl, interrupted in 1999. Ол алғаш рет 1999 жылы, яғни Girl, қыз атты фильммен танымал болған. The fifth. She got married to 2 different men before she met Brad Pitt. Ол Brad Pitt'ті кездестірмей тұрып, басқа 2 түрлі ер адамға үйленген деген сөйлемдер шықты. Next, exercise 3.
Look at the table. Кестеге қара. What did Jack do? Did не істеген? Write affirmative sentences. Яғни кестедегі берілген сөз тіркестерімен Джек туралы өткен шақта сөйлем құрастырамыз. For example, he graduated. Yes. Ол университетті аяқтаған. Одан кейін қандай өмірлік кезеңдер болған? The first, he left home. Үйден кеткен. Балалар өскен кезде кез келген адам өзінің жаңағы жұмысына немесе үйленуіне байланысты бөлек шығады. The second, he got a job. Жұмысқа орналасқан. The third, he bought a house. Үй сатып алған. He got married. Үйленген. He had a child. Яғни балалы болған. Деген сияқты өмірлік кезеңдер. Next, exercise 4. Write 6 sentences about the life of your grandparents or an old person you know. Яғни сіздің ата-әжеңіз туралы, ата-әжеңіздің өмірі туралы 6 сөйлем жаз дейді, немесе басқа да танитын бір егде жастағы адамның алсаңыздар болады. Use verbs from exercise 1 to 3 under the expressions in the box. Мынау яғни төмендегі сөз тіркестерін пайдаланып, және де бірінші, үшінші жаттығудағы сөздерді пайдаланып, ата-әжеңіз туралы сөйлем құрастырып жазамыз. Мысалы, My grandmother was born in 1958. Менің әжем 1958 жылы дүниеге келген. From 1963 to 1932, she went to school. Ол 1963 және де 72 жылдың ортасында мектепке барған. At the age of 14, she, яғни 14 жасында ол ары қарай не істеген деген сияқты сөйлем құрастырамыз. For example, my grandmother was born in 1977. Менің әжем 1977 жылы дүниеге келген. When she was 7, she went to school. Ол 7 жасында мектепке барған. She left school at the age of 16. Ол 16 жасында мектепті аяқтаған. She graduated from college in 1994. Ол 1994 жылы колледжді бітірген. She got married at the age of 18. Ол 18 жасында тұрмыс құрған. She works as a teacher for 20 years. Ол 20 жыл бойы мұғалім ретінде жұмыс жасайды. Деген сияқты сөйлемдер құрастырылды. Сіздер бұл жерде өз қалауыңызға байланысты ата-әжеңізден сұрап, ол кісілердің өміріне байланысты сөйлем құрастырсаңыздар болады. Осымен біз 30-ші беттегі жаттығуларын жасау жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше goodbye.